Номері 53 мектеп гимназиясының 8-ші Б сынып оқушысы Мукан Гүлжауһар. Республикалық экологиялық проект жобасының «Айналамдық әлем, ғажайып әлем» номинациясының қатысушысы. Сіздерді өзімнің жобаммен таныстырғым келіп тұр. Жеке пайдаға деген құштарлық адамзаттың көптеген өкілдерінің дүниетанымдық жүйесі. Қаржылық активтердің өздері теріс түске ие болмайды, бірақ оларды жинақтау және қолдану әдістері өте жағымсыз болуы мүмкін. 21-ші ғасырда біз күтпеген жерден парадоксқа тап болдық. Аспанда күн жарқырайды, атмосфера желмен сергітеді, толған мұхиттар терең шұңқырларында бейбіт түрде шашырайды. Бірақ сонымен бірге бұл көздерден таза және қауіпсіз энергия алу мүмкін екенін түсінсе де, адамзат планета мен ауаны зиянды өндірістік шығарындылармен ластауды жалғастыруда. Неліктен адамдар соншалықты қарсы әрекет етеді? Бұл сұраққа әр оқушы жауап бере алады. Шындық осы сөйлемнің басында жатыр. Әлемді жақын мерзімді және ұзақ мерзімді перспективалар туралы ойлау емес, пайдаға деген құштарлық басқарады. Көмір, газ және мұнай компанияларына иелік ететін қалың қалталылар зиянды өндірістік қуаттылықты үнемі арттырып қана қоймайды. Сонымен қатар үстеме пайда бизнесте қауіп төндіретін кез келген идеяға кедергі келтіруге тырысады. Әділ ашуда біз көптеген жылдар бойы ғылыми зерттеулермен расталған фактілерге көшейік. Скептиктер үшін біз бірден ескертеміз. Жаһандық жылыну бұл миф емес, және де әрдайым дүрбелең болатын ақытын кезекті дүрліктіруі емес. Өкінішке орай бұл нақты және қорқынышты факт. Бұған көптеген дәлелдер бар. Әсіресе климаттың даму динамикасын ғалымдар секілді қадағаласақ. Саусақтарыңызды бүгуді бастаңыз. Бірінші, көміртек диоксидінің атмосферадағы концентрациясы. Жай сөзбен айтқанда бұл көмір қышқыл газы. 650 мың жыл ішінде оның деңгейі миллион текше метрде 300 бөліктен 400-ге дейін көтерілді. Алдағы 50 жылда СО2 концентрациясы 2 есе артады. Сөзсіз, бұл парниктік әсерді тудыртып, температура көрсеткіштерінің айтарлықтай өсуіне әкеледі. Мұның неге әкелуі мүмкін екенін түсіну үшін көршіміз Венераға қарасақ болады. Екінші, мұхит температурасының жоғарылауы. Соңғы 3-10 жылдықта мұхиттардың температурасы 0,3 Цельсий градусқа дейін көтерілді. Кішкентай ғана өзгеріс десеңіз, бұл көрсеткіштің шамалы ғана өсуі жойқын дауылдарды тудырады. Және қазір біз оны әлемде байқаймыз. 20-шы ғасырдың аяғында Мич дауылы 11 мың адамның өмірін қиды. 3 миллион адамды баспанасыз қалдырды. Біздің ғасырдың басында Катрина, Айк және Сэнди дауылдары миллиардтаған шығындар мен жойқын апаттарды әкелді. Бірақ бәрінен Филиппиндік Йоланда супер тайфуны басып озды. Бұл құйын желдің жылдамдығы сағатына 389 километрге жетті. Катаклизмнің қорқынышты орағынан 8 мың адам қайтыс болып, 11 миллион тұрғын панасыз қалған. Үшіншісі, Арктика мен Антарктида мұздарының жоғалуы. Олар өсіп келе жатқан жылдамдықпен еріп келе жатыр. 45 жыл бұрын Аляска тундрасы жылына 225 күн мұздық күйде болатын, ал қазір тек 70 күн ғана. Бұл алаңдатарлық сандар. Әсіресе тағы бір фактіні, Арктиканың мұздары 40%-ға азайғанын ескерсек. Ғалымдардың айтуынша, 70 жылдан кейін солтүстікте мүлдем мұздықтар қалмайды. Ғасырлар өткен соң Антарктидалық қорларды да осындай тағдыр күтеді. Геологтар дабыл қағуда. Шығыс Антарктидада супер мұздықтардың еруі басталды. Ақыр заман ба? Шынымен бе? Супер мұздық неге соншалықты қауіпті? Супер префиксінен басқа оны қарапайым мұздықтан не ерекшелендіреді? Қысқасы, бұған дейін тұрақты аймақ болып саналған шығыс Антарктида. Мұның себебі тереңдіктен шығарылған жылы су және осы жерді басып алған қатты желдер. Егер мұздық толығымен еріп кетсе, онда оқиға 4 Гренландияның жойылуымен тең болады. Нәтижесінде мұхит деңгейін 30 метрге дейін көтереді. Бұл біздің ұрпақтарымыз су тасқыны жағдайында өмірдің қиындықтарына бейімделуге немесе өз планетасынан кетуге мәжбүр болады дегенді білдіреді. Соңғы нәтиже өте өкінішті. Жарты ғасырдан кейін жер шарының барлық бұрыштарын әсер ететін қайтарылмайтын процестер басталады. Климат ыңғайлы префиксін бір жола жоғалтып, танымастай өзгереді, ал жағалаудағы аумақтар су астында қалады. Планетарлық ауқымдағы апаттарды болдырмауды тек қазбалы энергия көздерінен жаңартылған энергия көздеріне, яғни су, жел, күн сәулелеріне жедел көшу жағдайында ғана болады. Табиғат оны бізге тегін берді, бірақ біз надандық пен қыңырлықтың кесірінен баға жетпес сыйлықты пайдаланудан бас тартамыз. Ең өкініштісі, жоғарыда аталған апатты метаморфоздар бір себеппен пайда болады. Атмосфераға СО2 шамадан тыс шығарылуына байланысты. Яғни басқаша айтқанда бәріне адами факторы кінәлі. Сондықтан табиғатты өз қалпында сақтау, қорғау әр адамның қолында, және ол адамның борышы деп ойлаймын.